Қайырлы күн достар, салық органдарында атымызда қарыз бар немесе жоқ екенін қалай анықтаймыз? Ең алдымен каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге бұдан да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Google'ге кіреміз. Осы жерге поисқа kgdgov.kz деп жазып аламыз. Және іздеу батырмасын басамыз. Осы жерде мына бірінші тұрған kgdgovты басып кіреміз. Осындай бет ашылады бізде. Осында астына түскенде сведение об отсутствии налоговой задолженности деп тұр, осыған кіреміз. Мына жерге ин деп тұрған жерге инімізді жазамыз. Я не робот. Получить результат. Бізде достар міне осылай шығады. 0 деп тұр. Қарыз жоқ деген белгі 0 болып тұрса, қарыз бар болса, қарыз суммамыз шығып тұратын болады достар. Және бұны қалай тартып аламыз өзімізге? Мына астында тұрған скачать дегенді басып, өзімізге папкамызға сақтап алсақ болады.